Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Мінекей құстарға бір тонна жүгері түсірдік. Қысымен жейтін. Осыларды тарттырып, яғни майдалап, сумен араластырып, құстарымызға беретін боламыз. Осындай қысқа дайындық болып жатыр. Сосын мен күркелердің қорасын ауыстырып тастадым. Олар мына қорада тұратын еді. Міне бұл жерге жем, қарбыз салын. Сондай қарбыз да қазір азайып қалды. Осы уақытқа шейін дарбыз, қауын жеп, сәл жем үнемделіп келді. Енді жүгерін тарттырып беретін боламыз. Қазір мен күркелердің жаңа қорасын көрсетейін. Мінекей міне бұзылып кеткен үй. Осының міне терезелерін шыммен өріп, осыны күркеге қора қылдық. Міне бір бетінің үсті жабық, қамыспен жабылған. Бұрын қой қора болған. Енді күркелер міне қонақтайтыны. Қысы жазы міне үсті жоқ. Мына жерінде тесіктер бар, оларды енді алдағы уақытта бітейміз. Қысы жазы күркелер осының ішінде тұратын болады. Мына бетінің үсті ашық. Мінекей мынау жем жейтін кормушкалары. Осы жерге жем берем. Алдағы уақытта елімізге келіп жатқан құс тұмауының алдын алу жайлы видео түсіретін боламын. Пайдалы видеоларды уақытында көру үшін каналға тіркеліп, қоңырау жанына басып кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.